Жүйелі тірлік, жұмыста бірлік жоқ. Шалғай жатқан аудандағы шаруаның шалағай болуына кім жауапты? Мойынқұм ауданына жұмыс сапармен барған облыс әкімі Асқар Мырзахметов бірқатар шекетірліктің бетін ашты. Мәселен, ауданға 2800 гектар суармалы жер қосылған, бірақ бұл тек қағаз жүзінде ғана. Олар кімдер, қай ауыл округтер екенін адам баласы білмейді. Ал ауылдық клуб салуға 600 миллион теңгеден аса қаржы бөлген басшылар да бұл ісіне жауап бере алмай әбден састы. Ал ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы да кенжелеп тұр. Алдымен өңір басшысы Мойынқұм агро серіктестігінің жұмысымен танысты. Бұдан әрі Мойынқұм ауданынан 300 шақырым жердегі Мыңырал ауылындағы балық зауытының тіршілігін көрді. Сонымен қатар Жамбыл цемент өндірістік компаниясында болып, мұндағы цемент өнімдерін өткізу үшін туындап отырған теміржол мәселесін шешуді тапсырды. Тек қана темір жолдың мәселесін шешу ғана. Соның өзі, қараңыз, ақшаға шаққан кезде ол ауданның өнеркәсіп өнімін кем дегенде 10%-ға көтереді екен. Оны неге шешпеді? Шешпеген себебі мұнда отырған аудан әкімінің орынбасары өнеркәсіпке қатысты. Ана отырған бөлімнің бастығы оған баса ұрмайды. Сонымен қатар облыс басшысы тозығы жеткен Радай көпірін көрді. 2014 жылы 362 миллион теңгеге салынып, 2 жыл өтер өтпестен су шайып кеткен Радай су реттегіш нысанының жағдайымен де танысты. Аудан басшылығы көпірді қайта қалпына келтіруге 900 миллион теңге сұраған. Бірақ облыс әкімі қаражатты оңды солды шашпай 90 миллион теңгеге де салуға болатынын айтты. Егерде көпірін мысалға 9 миллион барып қарадым, бұлай образына говоря, арық сияқты аттатта кетуге болады. Оған 9 миллион бере алмаймын мен. Бере алмаймын. Ар жағында қаншама шаруа қожалықтары бар. Олардың бәрі қиналып отыр. Оның ешқандай қарсылығым жоқ. Дұрыс әңгіме. Көпірді салу керек. Ешқандай қарсылығы жоқ көпірді салуға қатысты. Бірақ 9 миллионға салуға болмайды. Бірқатар өндіріс орындарын аралап, кейтірліктің тұралап тұрғанын көргеннен кейін Асқар Мырзахметов аудан активімен басқарма басшыларымен бірлесе қорытынды жиын өткізді. Алдымен басқармаларды тыңдап, аудан әлеуетінің көрсеткішін көрді. Мысалы, 2800 гектар жер суармалы жерге қосылды деген мәлімет болғанымен, кімнің қай шаруашылықтың жер екенін ешкім айтып бере алмады. Демек, мәлімет жалған. Ауыл шаруашылығына қолайлы өңір болғанымен, облыс бойынша шаруаларға мемлекеттік несие саны 1000 болса, соның 16-сы ғана ауданға тиесілі. Бұл да жүйелі жұмыстың жоқтығы. Өткен жылы осы Мойынқұм ауданында 2800 гектар суармалы егістік қосылған. Бүгінгі таңға біз зерделеп қарасақ, ешқандай қай округтен, қай шаруашылықтан қосылғаны белгісіз болып тұр. Ақпаратты бергендердің бәрін анықтайық та, анықталмады ма, кету керек, өтірік ақпарат бергендер. Егерде ауылдың әкімі айталық аудан әкімдігіне берген ақпараттарынан жиналған болса, онда ауыл әкімі мен сол ауыл әкімдігінен берген мамандардың да жауапкершілігін қарау керек. Жауапкершілік отырғаным жұмыстан босату. Ал денсаулық саласында түйіткіл көп, маман жетіспейді. Бар маманның қатырып жатқаны шамалы. Мәселен, 4 ай ішінде 4 сәби өлімі тіркелген. Аймақ басшысы бұған кінәлілерге тек ескерту бермей, зерделеп шара қолдану керектігін баса айтты. Сондай-ақ ауыл клубына бөлінген 600 миллион теңгеден аса қаржыда назарға ілікті. Жауапты басшылар бұл ісіне жауап бере алмады. 6 миллион теңге беріп, 600 миллионге жаңа клубтың несін жобалық құжаттамасын жасаттыңыз. Енді қалай деп ойлайсыз? Мысалы, шын мәнінде сол клубтың құны 600 миллион ба? Көп болады. Көп деп? Яғни сіз оған келісіп отырсыз 600 миллионға. Неге бұны біз айталық облыстың тарапынан мынау дұрыс емес деп қайтаруымыз керек? Неге ауданның өзі бұл мәселені реттемейді? Көзге көрініп тұрған дүниені. Мойынқұм ауданы шаруаға қолайлы жайылымы кең, облыс жерінің жарты бөлігін алып жатқан өңір. Алайда мұны өз пайдамызға асыра алмай жатқанымыз жасырын емес. Аудан экономикасын көтеру үшін алдымен әлеуметтің потенциалын қалай көтеру керек. Осыған тоқталған өңір басшысы ауданға тиесілі Шу өзені маңайында егістікке пайдалану керек деді. Айталық керек болатын болса, табиғатын ескере отырып, Мойынқұм ауданы нағыз бақшаның отаны болатын жер. Отаны болатын жер нағыз, өйткені құмды жер, суында бар, бәрі де күні де бар дегенде міне. Қараңызшы міне. Өтірік болса айтыңыз, міне осы жердегі қарбыздардың жағы қандай сапасын қандай болатын мысалға. Бірақ енді қаншалықты біз сонда мына жерге бақша егіп отырмыз, не болмаса осы мүмкіншілікті пайдаланып отырмыз. Осылайша аудан халқы көптен күткен кездесуде талай жүгенсіз тірліктің түгенделуіне сеп болды. Өңір басшысы Асқар Мырзахметов тиісті тапсырмалар беріп, атқарылар жұмысты бақылауда ұстайтындығын айтты. Нұрдос Сембеков, Нұрлыбек Құдияров, жаңалықтар қызметі.